Жақсы, шүкір. Рахмет, Камилхан. Айсарды шақырайық студияға, әңгімелесейік. Келіңіз. Неткен әдемі гүл шоқтары. Кешегіден қарағанда одан да әдемісін алып келіпті ғой бүгін. Көңіл күйіңіз, қалыңыз? Жақсы. Жақсы ма, бәрі орында ма? Ұнап жатыр ма біздің қыз? Жақсы өтуде таныстық. Диана? Кішкене үйренісіп алсын, өзін бастай ғой. 2 рет кездесу болды. Бір ерекшелісін айтсам болады. Енді бұл кісі мен ойладым, енді, как обычно, барлығы сияқты кетіп қалған шығар дедім да, енді жазып тұр, сізді таппай қалдым деп. Қай жақтан таппай қалдыңыз? Сыртта тұрмын деді, жарайды, онда қазір кейін шығамын дедім. Өзім жалғыз болған жоқпын. Және де өзінің дос баласы болды. Тамақтануға бардық, енді ораза болғаннан кейін ауыз ашатын уақыт болып қалды. Негізі өте ұзақ жүрдік сол күні. 8-9 сағаттай барымыз бірге жүрдік. 9 сағат. Бірінші кездесуде сондай ұзақ болды бізде. Тамақтанып алдық. Өте көп әңгіме айттық, ортақ темалар бізде шығып жатты. Әңгімелескенге өте комфортный адам негізі. Қайда бардыңыздар? Яғни тамақтанғаннан кейін бір жерге барып серуендеген шығарсыздар, иә? 4-5 сағат өзіміз отырып әңгіме айттық, отырдық, тамақтандық. Негізі одан шығып бильярдқа бардық. Біз өйткені хобби туралы айтылған болатын. Сол кезде мен өзім бильярд жақсы ойнайтынын айтқан болатын. Қандай сәйкестік? Сәйкестік болып қалды сол жерде. Арып ойнадық, ол жерде де біраз отырдық, әңгіме айттық. Дико женді. Мәсіған, соншалықты қатты ойнайсың ба, Диана, сен? Я, сонымен 9 сағаттық кездесу. Мынау бірінші кездесу емес сияқты. Екінші. Негізі мен бірінші рет бардым ол жаққа, ұсыныс Қайсар жақтан болды. Бірінші рет ұстап, бірінші рет сол атып көрдім. Қызық екен, адреналин, оны кәдімгідей бір хоббиға айналдырса да болады екен. Мен тир бар ғой, тирді өте жақсы атам. Кейіндері мүмкін барған кезде ровно түсіретін шығарым деп тұрмын, потому что мен тир атқанды жақсы көремін. Бұзушылықтарыңыз жалпы бір жерден шығып жатқан сияқты, иә? Жақсы көздейтін сияқты ғой, Диана. Мен сыртта да жақсы көздеймін десең. Қайсар енді мені сырттан көрді ғой. Сол жағын айтып берсеңіз, қалай мені көрдіңіз? Тоже айтып кеткен дұрысырақ деп ойлаймыз, өйткені Дико өзінің танысын шақырды деген сияқты жазып жатыр ма? Түнгі уақытта заведениеде таныстық. Танысқанда қалай? Мен басында таныған жоқпын. Басында дос балам таныды, бірақ есімін білмеді. Даже Google-ға кіріп, қалаулым қатысушылар 2023-2024 деп жазған кездер болды. Бірақ сурет шығады, бірақ атын білмейміз. 1 сағатта отырып тауған болатым сол жерде Инстаграмда аккаунтты. 1-2 күн ғана сол Инстаграмда жазып отырмын. Одан кейін осылай қатысушылыққа ссылка жіберді, сөйтіп осында келдім. Бұрын сонда танымағам. Не дегенмен, екеуіңіз енді жас айырмашылықтарыңыз бар ғой, кездесуде сол жас айырмашылықтар білінбеді ме сіздердің араларыңызда? Негізі мен ойлағам, шынымен бір білініп қалады ма деген сияқты болған менде дүниелер. Маған білінетін болса, мен өйтіп ұзақ отырып уақытымды да бұл кісінің те уақытын құртпайтын едім. Семья болғанда қандай болғымыз келеді, соның барлығы негізі бір ортақ шешіммен бір шешім болып жатқан сияқты болады да бізге. Маған айтты, болашақта қандай отбасы болғың келеді деді. Менің ер азаматым, мен жалпы елестететін отбасылы болғым келетін адам, бірге барлық қиыншылықтарды да бірге көріп, және де мені сыйлап тұрса, мен отбасымды сыйлап тұрса, мен қатты шектеулерге көне бермеймін дедім да. Енді бізде үйде кеңесетін болса, мама да, бауырларым да менімен келіп кеңеседі. Мама айтады, қызым, мынандай дүние болып тұр, жасауға қалай қарайсың? Либо жоқ, либо я деген сияқты ортақ шешім қабылдаймыз, бірақ көбінесе мені тыңдайды, соған әбден үйреніп алғам. Бұл кісіге жеткіздім да, енді болашақта енді қатты бүйтіп қыспақтамаңызшы мені деймін. Сөйтіп айтып едім, бұл кісі де енді сіз ары қарай жалғастырып кетіңіз. Диана өте күшті қыз, красавчик, таңдауы мықты. Інілері бар, тоже күшті балдар, танимын бай. Вот сен маған ұнамайсың. Вот неге? Сен неге ұнамайсың? Неге шашыңды боядың сен? Боя қоймаймын не? Жоқ, неге? Жоқ, боя бер. Просто не үшін боядың? Мен түсінбеймін соны. Саған қарап тұрған жоқпын мен. Түбеге қарап. Кімге, маған ма, ботаға ма? Кімге? Арыстанға ма? Ботаға ма? Шашты кім бояды? Жоқ, сен көзің қарашы, мына жаққа қарап тұрған сияқты болып тұр да. Жоқ, неге шаштың боядың сен? Шашым бояғым келді. Просто ұнамай қалғанда, то что мына адам бар ғой андай мнениесі жоқ, субъективный. Ұнамайсың сен маған бар. Мен саған просто Мен саған ұнауға міндеттімін бе? Жоқ, сен ұнамай тұрып, еще ұнамай қалдың да? Түсін ба? Двойне ұнамайсың. Ты что, по мужикам, что ли? Арыстан. Бро. Экспо, жан машин, ана микрофонды қоя қой. Мына жерге дым қатысы жоқ әңгіме сияқты. Өзімен өзі отырған Арыстан. Болды. Таста микрофонды. Что это было? Сыртта сөйлесіп аласыздар, иә? Оны сыртта айтшы, сен маған ұнамайсың де, ол саған өзінің аргументтерін айтсын, екеуіңіз шешіп алыңыздар өздерін. Ерсұлтан, тыныштық па?
просто ұнамай қалды да, просто айтқым келді да ішіне Былай тұрады да. жасайықшы. Барыңыздар сыртқа, редакция мүшесі бар, алқалары бар, ер азаматтар бар ол жақта. Барып сөйлесіп қайтыңыздаршы. Арыстан бара ғой, ренжімесең. Барып сөйлесіп қайтыңыздаршы бар. Сіз жалғастырасыз. Иә, отбасы жайлы әңгімелер болды. Диананың тарапынан маған мынандай сұрақ болды. Сен әйел істеу керек, барлығын әйел жасау керек деген еркектің қатарынан емессің бе деген. Мен бұл сұраққа былай жауап бердім сол кезде. Сенің жарың мысалы ауырып қалса, қиналып жатса, неге көмектеспеске деген сияқты. Бірге көмектесіп, әйел адамға поддержка беру керек. Сонда ғана құлпырып жүреді да сенің қасында. Бір жерден тоғысты Иә. дейсің. Сол жауабым қуантқан сияқты сол кезде Диконы. Сол кезде мәз болып қалған болатын. және де бір сөз бар, мен собственникпін, менікі болды ма, менікі болу Иә. керек деген. Қызғаншақсыз ғой демек. Өте, иә, Диана бізде жан жақты. иә. Таныстары өте көп. Дико қалың қалай деп құшақтап, бетінен сүйіп, сөйлесетін ер азаматтар өте көп болуы мүмкін. Сондай кезде реакцияңыз қандай болады? Маған қандай нәрселер жақпайды, қандай нәрсе ұнамайды. Және де тек мен бір ақ рет айтамын. Ол қайтадан қайталанса мен көз жұмамын, тағы да қайталана берсе, болды. Ол түсінбейтін адам түсінбейді. Беттен сүйіп амандасу деген артық деп ойлаймын өзім. Артық деп ойлаймын. Кез келгені Диананы көрген кезде, қалайсың деп бетінен сүйіп амандасуы мүмкін. Дианаға байланысты сонда. Дианаға байланысты? Дегенмен бермейді екен жігіт. Осы жерде отырған қатысушы ұлдар да білетін шығар мен қалай амандасатынымды жалпы. Всем привет, иә, болды, немесе салам алейкум, иә. Беттен сүйіп амандасу ондай нәрсе жоқ. Ондай жоқ. Иә. Өте әдемі адамдар, өте әдемі бір жұп шығатын сияқты, бір өте қатты үлкен бір фальш сезіледі маған, честно сказать. Сіздерге личный бір артық ештемем жоқ. Просто сырт көзге қарағанда тек қана әдемі қылып көрсеткілеріңіз келеді. Сіздің андай мінезіңіз бар екені, сіз андай нацистқа ұқсайсыз мысалы бір көзден қараған кезде сондай дүниелеріңіз бар, бірақ сіздер оны көрсетпей тек қана жақсы көрінгілеріңіз келеді. Фальш өте қатты көп сияқты. Енді біз жай ғана бірінші танысымыз, біз әлі ашылдық, тек жақсы жағына ашылдық. Алдағы уақытта мүмкін бізде ұрыс болады, алдағы уақытта керіс болады. Сөз айту мүмкін. Иә, әлбетте мен ол жағынан айтып жатқан жоқпын, просто имеется в виду, қазір барлығын андай қылып, ақылды, байыпты жеткізіп жатыр да, бірақ та өзіне ұнамайтын нәрселерді көбінесе просто үстінен жауап астынан үстінен өтіп кетіп жатыр да. Что нравится, а что нет, барлығын ашып алып айту керек сияқты. Қай жерде ұнамайтын жерлерден өтіп кеттім мен. Қаттырақ сөйле. Мен соны түсінбедім. Кішкене барынша шынайы болсақ деп, себебі барлығымыз адамбыз, экранның ар жағында отырған адамдар да бізде мысалы адамның шынайылығын және де фальш екенін ажырата аламыз. Сізден бір искренность көргіміз келіп отыр да, бірақ не получается, к сожалению. Шыңғыс пен үміткер ортаға шыққан кезде ең бірінші коммерческий жұп деп Ақерке бастаған еді ғой. Коммерческий жұптың бірі ортамызда отыр мысалға. Сіз сол кезде айтқан бір болатынсыз. Қыздар жақтан шынайы екені барлығы көрінеді, себебі енді Диконың барынша ағына жығылып, шынайы ұнатып келгені көрініп тұр. Бірақ Дико бір білмеймін, Дико үшін арақатынасының рөлі ойнайтын сияқты, себебі қасында бір інісі жүрген сияқты сезіледі да Дикоға. Жігітте шынайы барлығы, бірақ Дикода сезілмейді ол. Бұл жерде фальш, коммерция емес, мені бұл мәселе емес мен үшін. Мен неге наразы отқаным, қыздар сіздер қандай фальш деймдағы Дианаға айтқым келіп отыр. Біз Нұрсұлтан екеуміз ортаға шыққан кезде, біздің де жас айырмашылығымыз примерно 7-8 жас қой, мысалы, біз Галина мен Диана. Бірақ неге мынау жұпқа атылып жатқан жоқсыздар? Просто бұл фальш емес, бірінші очередь фальшты талқыламай, бірінші очередь жас айырмашылығын талқылап көрейікші. Дикон жағынан сезім білініп жатқан жоқ дейсіз. Кездесуде, екінші кездесуде 10-12 сағат, 9 сағат деп айттық қой. Сезімі жоқ адам, симпатия жоқ адам қасымда болмайды, дұрыс па? Мен бірге көп уақыт өткізгендіктен мен білемін. Бір ыңғайсыз болса кетуге тырысатын еді, иә? Ыңғайсыз болса кетуге тырысатын еді. Бұл мынандай болды ма? Бір-бірлеріңізді қимай кәдімгідей, бір-бірлеріңізден ажыраларыңыз келмей, сондай бір сезімде жүрген сияқтысыздар ғой, иә? Негізі ондай сезімдер болды. Қыздар қызға ұнауға тырысып жатыр. Қыздың ойынан шығуға тырысып жатыр да, қазір өзіне ұнамайтын заттарды айтатын болса, сендердің ойыңша бір обиженный мальчик болып қалмай ма? Мен айтып жатырмын ғой, барлығы әдемі, өте әдемі, күшті. Шынайылық сезгім келіп жатыр деп айттым да, болды. Так мен артық ештеме айтқан жоқпын. Ертең қызға ұнап болғаннан кейін шын мінезін шығарса, қыздың көңілі екі есе қалмайды ма негізі? Былай қарап тұрсақ, Дикода, Қайсарда бір бұл жерде хайп жасап, шаштарын алып бір эфир ойнатып жатқан ештеңе жоқ. Бұл жерде келіп, қайта келіп, Нұрсұлтанмен өзіңді қайта айта бермеші. Білемін, мен жақтыртпайтын да Ақерке, бірақ қайта деп сөйлеткің келеді ма? Сабырлы адам сабырлы деп қабылдаңыздар, келіп, жаңағыдай шұқынып, адамның эмоциясын шығармай, коммерческий жұп деп айтып жатыр. Ешқандай да ондай емес. Дикода, Қайсарда өздері сабырлы, спокойный адамдар. Негізі қатысушылар қатты негативтерін шашасыздар. Ортада екі жұп бір-бірімен қосылып жатырса, жаңа шынайы махаббаттарын көрсеткісі келіп тұратын сол адамдарға сіздер кәдімгідей араларын іріткі салуға тырысасыздар. Нұрсұлтан мен Ақерке болған кезде, ол кезде енді ол жерде настоящий сіздер өздеріңіздің хайп жасап жатқандарыңызды көрсеттіңіз. Ортаға шыққан кезде сол Галина мен Бекштен өздеріңіз сұрайсыздар ғой. Наоборот, біз жақты жасаңыздаршы. Міне жас мәселесі деп жатыр ғой енді. Оның
талқылануы анық болды, иә? Яғни Қайсар келген кезде өзіңе сезіле ме? Қайсарды мен мүлдем ол жаста деп ойлаған жоқпын. Сөйлесу барысында да ол нәрсе сезілген жоқ. Қайсарға менің өз өрісім қалай болғанын мен өзім айтып өтейін осы жерде. Дикомен кездесу кезінде, сөйлесу кезінде негізі шындығына келгенде мен басында ойладым, бір үлкен қыз сияқты көрініп қала ма деген сияқты. Жоқ. Негізінде өте ерке қыз. Еркелей де алады. Енді сіздердің қарым-қатынастарыңыз енді басталып жатыр ғой, таныстықтарыңыз, иә? Басында ол сондай болады. Мен көздеріңізден көріп тұрмын бір-бірлеріңізге кәдімгідей ұнап жатқандарыңызды. Ертең бір шешім шығару сәттеріне келіп қалған кезде Диана дегенмен өзінің шешімін алға итермелеуі мүмкін. Өмірге деген көзқарастарыңыз да бірдей екен. Меніңше әдемі ары қарай таныстық жалғасатын сияқты. Солай ғой?